танымалдылыққа ие болған жандар нумерология арқылы өз тағдырын біліп, немесе болжам жасап жатады. Тіпті сол арқылы адамның өмірін, тағдырын жақсы арнаға бұруға, сәттілік пен табысты болудың кілтін табуға болады деп жүр. Ендеше біз бүгін сандар арқылы балаларға қатысты нені біле аламыз? Сандардың бала тағдырында қаншалықты маңызы бар деген сұрақтарға жауап алатын боламыз. Дәл қазір студияда қонақта Әбілханова Құралай ханым. Келіңіз, сәлеметсіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Қалыңыз қалай? Бүгін өте әдемі болып кетіпсіз. Сізді тақтайыңыз күтіп тұр әдеттегідей. Мына қолыңыздағы папкаңызды алайын. Және калькуляторды да ұстай тұрайын. Нумеролог калькуляторсыз жүрмейді. Нумерологтың басты құралы калькулятор. Кез келген ата-ана өзінің баласының жақсы дұрыс жолға, дұрыс мамандық таңдауына әсер еткісі келеді. Бірақ кейде балалар әсіресе ата-анамның таңдап берген мамандығы осы деп өмірде өкініп жататын жағдайлар болып жатады. Сол үшін нумерологияның пайдасы көп қой баланың өміріне, тағдырына, мамандығына таңдауға. Әрине, нумерология дегеніміз ол жалпы Пифагор кезіне қалап кеткен. Бұл жерде туған күн, жыл, айды, қандай да бір шыққан цифрларды бір жүйеге келтіріп, баланың мықты және әлсіз жақтарын көруге болады. Қай жерде, қай салада өзінің икемі бар. Мысалы, спортта икемі болса, ата-аналар спортқа икемі жоқ баланы спортқа беріп жатады. Сіз мына жерге жазыңыз да, сосын әрбір санның өзінің тоқталымы бар, сол туралы айтып кетерсіз. 13 08 2011. Бұл жерде айтып кететін. Қалай санайды ата-ана? Кез келген ата-ана санай алады ғой? Бір-біріне қосасыз. Көрермендер үшін кез келген туған күнді алып, бәр сандарды бір-біріне қосып шығамыз. Мысалы, 1-ді қосамыз 3-ке, қосамыз 8, қосамыз 2, қосамыз 1, қосамыз 1. Ең соңында шыққан сан не жерде 4 шығады, не жерде 10 шығады, не жерде 2 шығады. 12, 12-ке 4-ті қосамыз 16. 16 бір-бірімен қосқан кезде 7 болды. Бұл бала шығармашылық жолда жүру керек. Мысалы, 7 мысалы шығармашылық. Жазып қойып. Мына жерге 7 шығармашылық адамы. Әртістің коды деп айтамыз шығармашылық. 1 саны шығатын болса, бұл көбінде бұл балалар лидер болады, алдыда жүреді. Басқарушылық қызмет. Басқарушылық, әскери адам деп жазып қойын. Бір көп адам, мысалы, әскери. Тәртіпті, 2. Екісі және 4-ті көп, мысалы, медицина саласында. Мықты дәрігер шығады. Екісі көп адамнан мықты, қолы жеңіл. Медицина саласы. 3 шықса? Мысалы, 3 шығатын болса, ол пародия, күлкі кербен, сондай. Актер болады дейсіз ғой. Актер, әзіл қой деп өте позитивті. 4 саны шығатын болса, мысалы 22 қосқан кезде 4, бұл Василий Жировтың коды. Көбінде спортсмендерді Головкинда, Геннадий және Илья Елінде мына жерде міндетті түрде 4 және 2 болу керек. Неге? Күш қуат 2, 4 дегеніміз шыдамдылық пен денсаулық. Мысалы, 4-і жоқ адамда бел жағы кішкентай әлсіз болады. Өзін спортта көрсете алмайды. Және ол сауығып кетуге жауап береді 4. Сондықтан 4 саны балаларды спортқа баулу керек дейсіз ғой. Спортқа және тілге жақсы болады бұл адамдар, тілге. Мысалы, аудармашы, не болмаса, не. Ал 5-ті мына жерге жазайық, или мынаны сүртейік па? Сүрте салайық. Жақсы. Ойбай. Біздің көрермендер түсінікті шығар, енді туған күннің айын, жылын жазасыз да, сосын бір-біріне сандарды қосып, қосындысынан міне Құралай ханым жазған сандардың нәтижесін байқауға болады. Сонымен біз келесі сан 5 болатын болса, мысалы 325 деген, 32 шықса, қосқан кезде 5 шығады. 5 бұл психолог жақсы. Нумеролог деп қойыңызшы. Аналитикаға жауап береді. Мысалы, аналитика және бұл кісіден жақсы дәрігерде шығады. Өйткені бұл сезімтал адамдар, жүректі адамдар болғандықтан дәрігерде жақсы шығады. Дәрігерде қойып. 6 саны бұл еңбекқорлықты білдіргеннен кейін, бұл бізде, мысалы, мына код Дмитрий Медведев, көбінде президент, Иманғали Тасмағамбет, басшы адамдардың коды. Басшылардікі. Өте білімді сондай. 7 жайында, еңбекқор адам. 7-ні айттық. 8 жайында жазатын болсақ, 8 бұл жауапкершілікті білдіреді. Мысалы, баланың кодында 8 көп болса, ол адам әскери жағынан жәнегі кез келген қоғамдық жұмысты істей алады. Ал жалпы 8 бізде 268 бұл, мысалы, 2 мен 6-ны қоссақ, бизнестің коды.
8 саны шығатын адамдарда қорықпай бизнес ашуға болады. Тек қана бала емес, үлкендерге де қатысты ғой бұл сандардың барлығы. Иә, 8 саны жауапкершілікті білдіреді. 9-ды қалды. 9 бұл әркімде біреуге көмектесуге асық, есте сақтау қабілеті жақсы, мұғалімдерде білім, прогресс деп айтамыз, прогресстің коды. Білім, ғылым деп жазып қойыңызшы онда. Ғылым адамгерлері, ғылым жөнінде жұмыс істейтін мұғалім деп қойды, жақсы болады. Тамаша. Жақсы. Рахмет, мінекей бір санны бірді жаздық қой? Бірді жаздық. Бірді жаздық. Осы 9-ға дейінгі ғана сан аралығында бүкіл адамның туған күндерінің сандарын, айын жазып, бір-біріне қосқанда әйтеуір бір сан шығады. Қорытындысында сол санға қарап, ол жаққа оларды жайғасайық. Сіз өткенде эфирден сөйлескен кезде үлкен адамдардан гөрі осы балалардың нумерологиясын, яғни туған күнін жақсы көрем дедіңіз. Не себепті? Өйткені нумерологияның бір жақсысы сандар және туған күн арқылы баланың неге икемі бар, соны білуге болады. Мысалы, егер балада 5 саны жоқ болса, ол баланы жануарлар әлеміне апарып, жетімдер үйіне апарып кішкентай бауырмалдыққа бағу керек. Бұл бала мінезі қатал, жүрегі суықтау болады. Мысалы, дәрігерлерде сондықтан 5 саны көп болады. Тек қана мамандық таңдауда емес, және тәрбиелеуде бұл жерде цифрлар арқылы баланы жақсы азаматта қоғамдық. Қалай айтыңыз? Мысалы, бір санынан бастайық. Бір саны адамның мінез құлқын және мақсатқа жету, амбиция деп жатамыз, мақсатқа жетуін өзіне деген сенім білдіреді. Бірі аз бала, ол өзіне сенімсіз болады. Ол баланы әрқашан ата-аналар қолдап, қоштап отыру керек. Не болмаса, мысалы, жары көріп тұр, жолдасында бірі аз, оны мақтап отыру керек. Сен менде күш, ол адам өткені... Бізде өзі комплиментке сараңғалықпыз ғой, көп мақтамайсыз, ұрсысқанды жақсы көреміз. Комплекстар болады іште бір аз. Ал бірі көп адамдар, көбінде генерал деп жатамыз, әскери адамдарда, ол ерлікке баратын адамдар. Ондай адамдарда әрине тәрбиелеу қиындау болады. Сондықтан бір көбінде бізге мінез құлыққа. Мысалы, 3 деген цифра нумерология жақсы көреді. 3 бір болатын болса, адамның матрицасында, ол адам ашық, кез келген адаммен жақсы тіл табысады, көп конфликтке бармай жатады. Енді бала болғаннан кейін кішкентай кезінде бүкіл баланың өмірі бір-біріне ұқсас секілді. Мектеп, үйірме, ата-анасының қасында, бірақ дегенмен де тағдырын, өмірін өзгертуге болады ма осы балалық кездің өзінде? Мінезін қалыптастыруға, жаңа айттыңыз. Әрине, маған көбінде хабарласып жатады ата-аналар, шығармашылық жолда жүр, мысалы, бұл дұрыс бағытта жүр ма, ертең өзін көрсете ала ма деп. Шығармашылық өткенде радио толқынына да бардым, сізде де кодыңызда бар, өз неңізді орындап жүрсізде. 16 деген мысалы сан шығады, қосындысы қосқанда 7. 7 сан, ол адам ортаға шықты, қоғам қошаметтеп қарсы алды, аудитория жақсы көреді. 7 жоқ адамдар көбінде көзге түспей қалып жатады. Содан кейін өзінің орнын таба алмайды. 7 жоқ адамдар бірге 7 санын алып жүру керек дейсіз, сотовый номерінде болсын, не болмаса қасында, жадында кейбір кезде әшекейлей балады. 7 саны көп жерде көмектеседі. Отбасы бақытына және жауап береді. Жаңа сізге өзінің туған күн есептейтіндердің арасында осы баласының болашағына алаңдайтын ата-аналар көп пе, жоқ әлде өзінің ғамымен келетіндер көп пе үлкендердің арасында? Қалай айтсам, 50-50 деп айтуға болады, көбінде бірақ баласын сұрап жатады. Өйткені, мысалы, бұл баланы нақты ғалымда ма, шығармашылық жолында ма. Мен көріп тұрмын, 3 саны жоқ болатын болса, айтам, бұл баланы шашкиға және шахматқа, дойбыға беру керек. Өйткені, үлкен нені ойлағанға, былай мақсаттарды қойып жеткенге баланың ой дағдысы жетілмеген. Сондықтан баланы кішкентай кезінен, мысалы, шахматқа беріп логикасын дамытуға болады. Көбінде үші көп адамдар ол нақты ғалымда жұмыс істейді. Математиктар, бухгалтерларда 2-3, 3-3 болады. Әдетте біз енді баланың сыртқы мінез құлқына, мысалы, ұшқалақ, өте бір орында отыра алмайтын балалар болса, оны спортқа жібереміз. Ал енді бір орында отырып, кейде балалар болады, ұзақ уақыт бойы бояу, сурет жасап отыру мүмкін, ол балаларды шығармашылыққа береміз. Ол да дұрыс па біздің? Жоқ әлде міндетті түрде кодына қарау керек па?
Жоқ, бұл жерде әрине тәртіп жәнегі бағыт деп айтады ғой. Әке көрген оқ жонар деп қазақ. Ұяда не көрді соны алады дегенде бар. Және бір қызықтысы бұл жерде ген арқылы берілетін қабілеттер цифр арқылы да көруге болады. Маған келіп жатады, мен айтып беремін, мына екінші балаңыз әкесіне тартқан екен, үлкен баласы тұңғыш сізге деп. Сонда ген арқылы беріледі. Телефонда көрермен бар, күтіп тұр екен. Сәлеметсіз, қайырлы таң. Иә? Жақсы өзіңіз? Иә? Өмірге қосылмай кетеді, негізі жарау. Сол кісінің арқасында жаңағыдай нәтижеге жетіп отырмын, қазір енді білдеймін балам. Иә. Ол ұстазымыз сәлем айтайын дедім. Түсінбей жатырмын мен сіздің. Дұрыс, дауыс естілмейді. Ұстазыңызға рахмет айтасыз. Әрине, қай мектеп, мұғаліміңіздің аты жөні? Атырау облысы. Иә, Атырау облысы? Тез? Атырау облысы Индер ауданы дейтін аудан бар бір? Білем, Орал мен Атыраудың ортасында. Ұстаздың атын айтыңыз. Ұстазымыз Қарлығаш. Мырзекеева Қарлығаш деген кісі. Жақсы. Сол кісіге өте рахметін айтайын дедім, осы өмірге жеткізгеніне. Бәрекелді. Тамаша, рахмет. Біздің бағдарлама арқылы бала тәрбиесі жөнінде әңгіме қозғаннан кейін ұстазына рахмет айтып жатыр. Енді сіз де өзіңіздің ұстазыңыз ерекше қалған барлығын ойыңызда сақтап жүретін шығарсыз. Ұстаздарыңызбен хабарласып тұрасыз ба? Математика мұғалімдерін қатты жақсы көремін. Өйткені мектепте математика пәнін өте сүйіп оқыдым. Сол пән үшін барсам да көбінде жақсы көретін тақтаға бірінші шығарып есепті. Және келесі жолым мамандығым алған жоғарғы білім ол программист деп айтамыз, бағдарламашы болды. Және цифрлар мен өмір бойы қасында сүйемелдеп келе жатыр. Сондықтан мұғалімдеріме рахмет, білім беріп, бізді өсіріп жеткізген. Өздеріңіз шығарып жатқан азаматтар, ол ортамыздың құзыреттілігі үлкен, өз кәсібінің жақсы мықты мамандары болсын деп тілек тілеймін. Түсіңізде де сандарды көретін шығарсыз? Көремін. Шоқ қалықтап жүрген. Көреміз. Сіз үшін өзіңіздің енді нумерологияңызға келмей-ақ, жалпы сырттай сипаттағанда қай сан ұнайды? Маған 8 және жалпы сандардың бәрін жақсы көру керек. Егер сандардың бәрін жақсы көретін болса, көбінде жиі кездеспейді, бірақ адамдар болады, бәр сандары бар матрицасында. Ол адамдар өте үйлесімді, гармониялы болады. Бақытты дейінші олар. Сондықтан мен өзімде жоқ сандарды жақсы көремін. Гармонияда үйлесімде болу үшін 7 және 4, 8 санын жақсы көремін. 4 өткен денсаулық береді, шыдамдылық береді. 8 саны әжеге кірсең есік ашық, жолың болғыш, 7 саны отбасылық бақыт. Телефонда көрермен хабарласқан екен. Тыңдайық, сәлеметсіз, қайырлы таң. Иә? Жақсы. Қайтадан сөйлеңізші, естілмей жатыр. Қандай күн? 26-сы. 20-20-сы деп тұр. 20-сы, иә? 03. 2011. Бір-біріне қосасыз. Бәр санды бір-біріне қосып шығамыз. 2-ні 3-ке қосасыз, одан кейін 2-ні 1-ге қосасыз. 9 саны шықты. 9 шықты. Тыңдаңыз енді. 9 саны, 9, 5 және 5. Бұл бала өзін медицина саласында жақсы көрсете алады, жақсы дәрігер болады, және 9 саны ғылым коды болғандықтан мұғалім не болмаса ғылым жағынан бағыт алуға болады бұл балаға. Жоқ цифрасы 4, бұл бала шыдамсыз, бір орында бірден бәрі керек, шыдамдылықты қасында 4 саны алып жүрсе, бұл балаға денсаулыққа келеді және шыдамдылық береді. Бір саны жеткілікті, мінезі жақсы, күш қуаты бар, логикасы бар. 3 саны жоқ сандар 8 және 7. 8 саны жоқ болғанда көбінде балалар үрінгіш болып келеді. 8 санын ұстап жүріңіз, не болмаса балабақшада жиі құлап қалады. Бұл балада ондай бар екен. Сондықтан 8 санын рюкзагына не болмаса жақын жадына тігіп қойсаңыз жақсы болады. Құралай, сандардан қателесетін болады ма ондай? Жоқ, нумерология ешқашан
Қателеспеймін жаңа. Бұл нақты ғалым. Біз көп аналитика жасап жаттық. Мысалы, 100 ең бірінші қатарда олимпиадада орын алған мысалы спортсмендердің кодын қарайтын болсақ, 80% бірдей цифр шығады мысалы. Тамаша. Көп рахмет сізге.